Сәлеметсіңдер ме? Бүгін 3-ші сыныптың 51-ші сабағын өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырып «Я личность», мен жеке тұлғамын. Бірінші тапсырма: прочитайте по ролям, яғни рөлге бөліп оқыңдар. Санат. А кто такая личность? Санат. Жеке тұлға дегеніміз кім? Личность – это человек, который имеет свои мысли, мнения, интересы, совершает хорошие поступки. Жеке тұлға дегеніміз бұл адам, яғни өзінің ойлары, өзінің кеңесі, өзінің қызығушылығы және де жақсы іс-әрекеттері бар адамды айтады. Знаете, выдающиеся личности – это те люди, которые совершали и совершают хорошие поступки для всех людей своей страны и всего мира. Яғни өздерінің аттарын шығарып жүргендер, яғни жақсы істерін өз еліне көрсетіп жүргендер ме дейді. Робик: я тоже так думаю. Робик: мен де солай ойлаймын дейді. Что же надо делать, чтобы быть личностью? Яғни жеке тұлға болу үшін не істеу қажет дейді. А давай мы спросим это у наших друзей, третьеклассников. Ал бұны біз 3-ші сыныптың оқушыларынан сұрап көрейік, біздің достарымыздан. Ребята, как вы думаете? Балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Чтобы быть личностью, надо много учиться, быть умным, добрым, помогать людям и окружающей среде. Яғни жеке тұлға болу үшін көп оқу керек, ақылды болу керек, мейірімді болу керек, адамдарға көмектесіп және де қоршаған ортаға көмектесу керек деп ойлаймыз, я? Сендер де солай ойлайсыңдар ма? Екінші тапсырма: работа в группа, яғни группадағы жұмыс. Вспомните, какими качествами обладали выдающиеся личности, с которыми вы познакомились на уроках русского языка. Создайте постер личность. Яғни сендер естеріңе алыңдар дейді. Сендер таныған жеке тұлғалардың қандай жеке қасиеттері болды дейді. Яғни жеке тұлға деген пост жазыңдар дейді. Выдающиеся личности обладают такими качествами, как иметь свои мысли, мнения, интересы, хорошие поступки. Яғни өзін жеке тұлға ретінде таныстырушы адам өзінің жеке қасиеттері болады, өзінің ойы, ойлау қабілеті, өзінің түсінігі және де жақсы істері болады. Постер личность Дінмұхамед Қонаев. Яғни біздің мысалға алатын бүгінгі жеке тұлғамыз ол Дінмұхамед Қонаев атамыз. 3-ші тапсырма: проанализируй, яғни анализін өткіз. Назови имена выдающиеся личности, что их все объединяет. Яғни жеке тұлғалардың аттарын жаз және де оларды не біріктіреді дейді. О ком можно сказать, что он вышел из народа. Яғни кім жайлы халықтан шыққан деп кімді айтсақ болады дейді. Енді атақты тұлғалардың аттарын жазып шығайық. Леонардо да Винчи, Антон Чехов, Владимир Наваков, Йоган Вольфганг фон Гете, Сальвадор Дали, Михаил Ломоносов, Исаак Ньютон, Кунаев Дінмұхамед. Их объединяет наука. Кунаев Дінмұхамед вышел из народа. Яғни біз жаңа жеке тұлғаны Дінмұхамед Қонаев деп алдық, сондықтан осы жайлы біріктіріп алатын боламыз. Бұл тұлғалардың барлығы аты шыққан, яғни жеке тұлғалары, ал бұларды біріктіретін зат бұл ғылым, яғни барлығы оқымысты ғалымдар болған. Ал Дінмұхамед Қонаев атамыз осы халық арасынан шыққан деп айтуға сай келетін тұлға. 4-ші тапсырма: послушай, тыңда. Золотой орех, яғни алтын жаңғақ. Перед праздником отец принес домой орехи. Яғни мереке алдын әкеміз бізге үйге жаңғақ әкелді. Леночка, увидев среди орехов позолоченные, стала просить именно эти орехи. Орехи эти сделаны лишь для красоты. Возьми другие, сказала мама. Яғни Лена ішінен алтын түстес орехтарды көріп, оны маған бер деп сұрай бастады. Оны мамасы айтты: бұлар сән үшін жасалған, басқасын ал деді. Леночка заплакала. Я не возьму черные орехи, дай мне золотые. Зерна в них должно быть лучше, чем у других дейді. Яғни Лена жылап қалады. Мен қара жаңғақтарды алмаймын, маған алтын түстесін бер. Ол ішіндегі, яғни дәндері тәтті
басқаларға қарағанда жақсы болу керек дейді. Мать дала ей орехи с позолоченной скорпулой, а остальным детям раздала оставшиеся. Леночка обрадовалась и тут же принялась разбивать свои орехи, но ни в одном из них не нашла ядра, одна лишь пустые скорлупки. Яғни Лена жылағаннан кейін оған анасы сол алтын түстес орехты береді, ал басқаларға басқаларын таратып береді. Бірақ та Лена оларды жарып шыққанда олардың ешқайсынан да дән шықпайды екен. Сидящие рядом дети стали смеяться над ней. Тогда отец сказал: «Эти орехи не для еды сделаны, они для украшения. Я взял пустые скорлупки и покрасил их золотой краской. В другой раз о вещах не суди по их внешнему виду. Ценность вещи заключается в ее содержании». Яғни оның ішінен дым шықпағаннан кейін оны балалар мазақтап күле бастайды. Сонда әкесі айтады: «Мен бұларды тамақ үшін жасамадым» дейді. Яғни босап қалған жаңғақтың сыртын алтын түстіге бөліп біріктіріп шыққан екен сән үшін. Сондықтан да заттың сыртына қарап мін айтуға болмайды дейді. Оның міндетті түрде ішкі жағы, өнімі маңыздырақ. Яғни почему Леночка выбрала золотые орехи? Яғни Лена неге алтын түстес орехтарды таңдады дейді. Леночка выбрала золотые орехи, потому что думала в них зерна лучше. Яғни Лена олардың ішіндегі дәндер басқаларға қарағанда жақсырақ деп ойлады. Что оказалось в них? Яғни олардың ішінен не шықты? Они оказались пустыми. Яғни олардың іші бос болып шықты. О чем этот рассказ? Яғни бұл ертегі не жайлы? Рассказ о том, что ценность вещи заключается в ее содержании. Яғни ертегі негізінде не жайлы айтылған дейді. Ертегі жалпы адамдардың байлығы олардың ішкі дүниесінде деп мысал келтіру арқылы көрсеткен. Келесі тапсырмаға көшеміз. Бесінші тапсырма: подумай, ойлан дейді. Подходит ли к тексту данный план дейді. Мына жоспар яғни мәтінге сай келе ме дейді. Не суди о вещах по внешнему виду. Желание Леночки. Дети стали не смеяться. Отец принес орехи. Яғни заттарды сыртына қарап айырма дейді. Және де Ленаның таңдауы. Балалар күле бастады, әкесі жаңғаға келді. Как нужно изменить план, чтобы он соответствовал тексту? Яғни планды қалай өзгерту керек? Жоспарды ол мәтінге сай келу үшін. Запиши правильный вариант плана. Яғни жоспарды дұрыстап жазып шық. Яғни біріншіден ол Ленаның жаңағы қалауынан басталды. Екіншіден оған балалар күле бастады. Сонда әкесі орехтарды әкеледі. Және де ең соңында не суди о вещах по внешнему виду деп, яғни өзінің сөзін айтады. Реті солай болады. Как ты понимаешь значение выделенного текста в приложении? Можно ли данное высказывание отнести к понятию личность? Яғни сен оның бөлек сөйлемді қалай түсінесің дейді. Оны жаңа жеке тұлға ретінде қалыптастыруға бола ма дейді. Сол ұғымға жақын ба дейді. Значение выделенного текста означает, что внешность обманчива. Надо обращать внимание содержанием. Данное высказывание можно отнести к понятию личность. Яғни бұл текст бізде сыртқы келбеттің алдамшы екенін және де ішкі жан дүниесіне мән беру керектігін айтады. Және де бұл мәтін яғни жеке тұлға деген ұғымға жақын болып келеді. Жақын деп айтсақ та болады. 6-шы жаттығу: прочитай, оқы, слова назидания. Между умными и глупыми людьми есть разница. Умный человек интересуется достойными, серьезными делами, а глупый человек тратит время на пустые, бессмысленные затеи. Хочешь быть в числе умных детей? Спрашивай себя раз в день, раз в неделю или хотя бы раз в месяц. Как ты живешь? Что ты сказал, сделал хорошего? Яғни ақылды адамдар мен ақымақ адамдардың яғни айырмашылығы бар дейді. Ақылды адам әрдайым өте үлкен, өзіне лайықты және де маңызды істермен айналысып жүреді дейді. Ал ақымақ бала болса, яғни уақытын босқа өткізеді дейді. Яғни ақылды адамдардың қатарында болғың келсе, сен күніне бір рет немесе аптасына
мүмкін болса айына бір рет сен өзің қалай өмір сүріп жатсың деп өз-өзіңнен сұра дейді. Сен қандай жақсылық жасадың дейді. На какие качества человека Абай обращает наше внимание. Яғни Абай адамның қандай қасиеттеріне біздің назарымызды аудартып тұр. Абай обращает внимание на качество человека умный и глупый. Яғни бізді ақымақ және де ақылды адамдарға назарын бұрдыртып тұр. Какой совет дает Абай, чтобы быть в числе умных? Яғни Абай бізге қандай кеңес береді? Яғни ақылдылардың қатарында болу үшін. Абай советует спрашивать себя, как ты живешь и что ты сделал хорошего. Яғни ол кеңес береді. Өзіңнен қалай өмір сүріп жатқаныңды сұра, және де сен қандай жақсылық жасадың дейді. Чтобы стать личностью, обязательно нужно выполнить эти советы. Яғни жеке тұлға болу үшін осы кеңестерді орындау керек пе дейді. Я жеке тұлға болу үшін міндетті түрде осы ақыл кеңестерді орындау қажет. Прочитай второе приложение. Какого вида приложение? Составь схему дейді. Приложение сложно сочиненное, яғни күрделі сөйлем. Бізде сөйлем екі сөйлемнен тұрады, яғни біріншісі бастауыш, одан кейін де толықтауыш, және де екінші сөйлем кетеді, бастауыш және де толықтауыш. Яғни умный человек интересуется достойными серьезными делами, а глупый деп осы сөйлеме бізде осы схемаға сай келеді. Жетінші тапсырма письмо по памяти, яғни еске алуға арналған хат. Прочитай и выучи высказывание Пушкина. Яғни Пушкиннің жаттап ал. Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Яғни ертегі дегеніміз өтірік дейді, бірақ ода еске аларлық бір нәрсе бар дейді. Яғни жас адамдарға сабақ бар дейді. О каком признаке сказки говорятся с высказывания. Яғни қандай нәрсе жайлы айтып жатыр дейді. Сказка ложь, давний намек. Яғни ертегі өтірік, бірақ ода ой бар дейді. Какие уроки вдумчивый читатель может получить на сказок? Яғни ойдан құрастырылған ертегіден ол қандай сабақ алуы мүмкін дейді. Из сказки можно отличить добро от зла, делать хорошие поступки. Яғни ойдан құрастырылғанмен ертегіден жақсы мен жаманды айыруға болады, және де жақсы істер жасауға болады. 8-ші тапсырма собери пословицы, яғни мәтелдерді жина, запиши их, жазып ал. С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся. Кто любит труд, того люди ждут. Яғни осы сөздерді құрастырып шығамыз. Сонда бізде дұрыс нұсқа с мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся. Яғни адамдар шебер болып туылмайды дейді. Өмірдегі жеткен жетістігіне мақтанады дейді. Кто любит труд, того люди ждут. Яғни кім еңбекқор, соны адамдар бағалайды дейді, құрметтейді дейді. 9-ші тақырып переведи на русский язык и объясни значение. Яғни орыс тіліне аудар және де оның мағынасын түсіндір. Ердің атын еңбек шығарады, ағаш жемісімен, адам ісімен құнды. Мужчину прославит труд, дерево плодом, человек телом ценен. Яғни адамның атын еңбек шығарады дейді. Яғни істеген ісінен байқаймыз, қандай адам екенін. Ал ағаш жемісімен, адам ісімен құнды дейді. Біз ағашта мысалы ешқандай да жеміс бермесе, ол бізге пайдаға аспайды. Сол сияқты адам да қолынан көп өнер келетін адамдар бізге бағалы болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп рахмет. Сабақ ұнаса тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.